Қайырлы кеш әріптестер. Бүгінгі сабақ сіздермен бірге видеоны қалай жасаймыз, видео туралы, видеоға генерация қалай құрамыз, сценарийға қалай құрамыз, солар туралы өтетін боламыз. Жалпы жасанды интеллект бойынша қазіргі кезде жасалып жатқан көптеген платформалар бар, көптеген құрылғылар бар. Соған бүгін талдау жасап, соны үйренетін боламыз, қалай жасау керектігін. Осындай видеолар мысалға көріп отырсыздар ғой бағанадан бері. Екінші мысалы осы жылғы 2024-те жаңа жылға әрқашан Кока-Кола реклама шығаратын, иә? Сол рекламаны осы жылы бірінші рет искусственный интеллект арқылы жасады. Искусственный интеллект. Бұрын қанша мың ақшаларды құртатын еді, қанша адамды жалдайтын еді, қанша жерлерге барады деген сияқты. 95-ші жылғы рекламалар мысалы, 2024 жылғы реклама мынау. Барлығы жасанды интеллект. Әр анау кадр өтіп жатыр ғой ортадан. Бұл генерация жасалып жатқаны. Яғни бір ғана генерация арқылы жақсы нәтиже шықпайды. Екі үш нәтижеден кейін барып қана нәтиже шығып отыр. Осындай реклама бар. Зағипа өшір. Келесі 2024 жылы, 2024 жылы жасанды интеллекттер бойынша бүкіл әлемдік кинофестиваль өткен болатын. Қысқа метражды фильмдер байқауы. Содан осы үндістандық кинофильм ұтып алды. Оған да бір назар салайық. Яғни адамдардың барлығы технологияға тәуелді болып қалған ғой, былайша айтқанда. Дауыс жазыңызшы. Бүкіл адамның көзі, жүрегі, барлығы технология болып кеткен. I was built to feel nothing, just like everyone, till one day she looked at me and everything broke. Why do humans cry when they are happy? You still can, right? Сол осындай видео жасауға болады. Енді оны қалай жасаймыз? Бірінші сіздерге кейіпкерлер керек болады. Жаңағы киноларда көріп тұрсыздар ғой, әр кейіпкерді жеке-жеке жасап алу керек. Мысалы, мына жерде соған дайын мысал келтірілген. Осы баланы бірінші мынандай суретін жасап аламыз, иә? Бірінші суретті жасауда сіздермен бірге өткен болатынбыз. Өткен сабақтарда. Яғни әртүрлі стильдер бар ғой бүкіл әлем бойынша. Pixar стилі деп айтылады, яғни компанияларға байланысты, иә. Pixar деген компания бар. Неше түрлі мультфильм түсіретін, кино түсіретін. Қай стиль керек сізге? Мысалы, аниме бар, япониялық. Сол стильдерді таңдап аласыздар да. Сол, мысалы, міне, 3 Pixar стайл деп тұр. Pixar стилінде осындай бала, оның қасында осындай кейіпкері бар деген сияқты. Солай жасап аламыз промпттар арқылы. Сосын оны ары қарай видео генерация арқылы жүзеге асыра береміз. Жасанды интеллект әр жасаған сайын мынандай біз промпт береміз ғой оған. Тексттен, мәтіннен видео жасау, иә? Ол кезде әр генерация сайын әртүрлі баланы шығара береді бізге. Оған қызық емес. Бір кейіпкер беріледі. Сол кейіпкер бір кезде ақ нәсілді болып кетуі мүмкін, бір кезде қара нәсілді, бір кезде шорты ауысып кетеді, киім ауысып кетеді деген сияқты. Сол үшін бізге не керек? Бізге кейіпкерді өзіміз жасап алған тиімді болады. Кейіпкерді бірінші өзіміз жасап алуымыз керек. Gemini болсын, өткендегі. Неше түрлі грок бар, қазір олардың барлығына тоқталамыз. Солар арқылы жасай беруге болады.
Немесе мынандай рекламалар жасауға болады қазіргі кезде. Осындай жаңағындай өзіңіздің жасағыңыз келетін заттарды суретке түсіріп аласыз, жүктейсіз. Осындай фото жасап береді сізге. Содан соң ары қарай рекламаларды да осылай жасай берсеңіз болады. Енді мына платформа бар, Perplexity деген. Бұл платформа енді мен көбінесе өзім қолданып көрген жоқпын, бірақ зерттеу бойынша бұл платформа не істейді? Бұл платформаға өзіңіздің істегіңіз келетін видео туралы осы жерге қойсаңыз болады. Немесе өзіңіздің ұнайтын киноңыз болсын, басқа болсын, осы жерге қоясыз. Осы жерге сол туралы сізге толықтай анализ жасап береді. Бұл платформа толықтай бесплатный түрде жүзеге асады. Толықтай бесплатный. Сізге оның нюанстары қандай, сізге ондай кино жасау үшін не қажет, искусственный интеллектке не қажет деген сияқты барлық жағынан талдап жасау. Мысалы сіздерге мақала жазу керек қой, оған да көмектесе алады сіздерге толықтай. Бұл платформа арқылы сіздер өзіңіздің киноңызға, жасағыңыз келетін затыңызға талдау жасай аласыз.